Арыстанбектің мақамын жүргөздім. Ауылына күнде келмеймін, Тоқтоғұл менен Чаңғаздың. Қартал атауын барсың ба, бедерінде ей жолдыздың. Bir alaştan birmizdir, bir alaştan olmazdır. Tübümüz Türk birmizdir, sanası qanday ey Qırğızdın. Bosağasın borlatkan, keregesin torlatkan, altın günün betine alaçandal ornatkan, kalası qanday ey Qırğızdın. Bir görsem dep tilegen әрбір тасы bir өлең, талай мықты түнеген даласы қандай ей Қырғыздың. Арғымағын чаптырған, ағылағын тарттырған, найзағайын асманның найзасына сап қылған баласы қандай ей Қырғыздың. Жамалында бұлақ бар, жанарында шуақ бар, табанында жұмақ бар, анасы қандай ей Қырғыздың. Көшіп кетсе де дәуреннен, ақиқат жолын ар көрген, ұрпағым деп жан берген бабасы қандай ей Қырғыздың. Бәрін айтта бірін айт, бір құдайдың пендесі, ғаламда жоқ теңдесі, манасы қандай ей Қырғыз деп. Жас бар мекен ол 90-дай, баш бар мекен ол Қошқардай. Басы қызық жалғанның аяқ жағы босқандай. Ерлердің ісі бітер ме, қоңыраулатып найзалмай, қоңыры салқын төс қалмай, айтыс бола көп сұлтанның ішінен бек сұлтанды еске алмай. Айтысып жүре берсін деп қазақ пенен Қырғызды Құдай өзі қосқандай. Болмасақ та екеуміз Омар менен Оспандай, бір жарасып көрейік Тоқтоғұл Жамбыл достордай. Батырлардың мекені иықтары Қостаудай, ақындардың мекені күміс көмей Жезтаңдай. Әттегеніңде аз емес, құрман жандатқан киносы, алып тұрып әлемнен ала алмай кеткен Оскардай. Бәрін айтта бірін айт, жұмыр жердің жәннәті, Жалалабад ыстық көл, Бішкегім менен Ошқандай. Қалың қырғыз барсың ба, қалпағының үстіне ұя салған ей Бозторғай. Ата қырғыз балдарай ей, ене қырғыз балдарай, қол шауып отшы залданай. Қалжыңдасып отырар емеспіз ғой ей қалқа жас. Кеше ғана ағайын саясын төкті әлемге Түркістан деген қарт ағаш. Яссауи кесенесінде басын қосты көрдіңдер, әке, байке, әркәдәш. Құтты болсын деп келдім, кеңіп жатқанда арқа бас. Түркістанның төрінде 6 президент менен бірігіп кетті алталаш. Ата қырғыз балдарай ей, ене қырғыз балдарай, қол шауып отшы залданай. Ассалаумаға алейкум, Ахматы бол баянға. Баян деген есімді қатар қоят біз жақта еркек пенен аялға. Баян сұлу секілді бір қыз шығар дебедім құшағымды жаярға. Ахматып шығып қалыпты ұқсайтын Омар Хайамға. Кім болсаң да бері кел, қазақ бауырың кеп қалды, 5 бармағыңды даярла. Бішкегіме кеп қалдым ат мінгізген жаяуға, денем балқып барады кірік кеткендей раянға. Ал баян жан аянба, 5 қаруымды даярла. Атың баян болған мен баян таудың қасқыры, баяндардың біразы айналып кеткен қоянға.
жортып жүрген кезімде қоянға қарным тояр ма, Алатаудың арқарын жеп жатайын дегенде не болып кетті ой Алла. Атақ оқи баяным ай, ене оқи баяным, ендігімнен көрейін. Ей бәле. Assalamun aleykum. Айтышқа келген көп қырғыз, халақаныңдың ұрғылдап аңсағаныңа жет қырғыз. Бел байлап келдің айтышқаңа, бек сұлтандай бек қырғыз. Беттешкен менен кектешпейт, беш қазақ менен беш қырғыз. Қачанқы тарых бетінде қағанат болған көк қырғыз. Батырларды дос тұтып қорқық тұрған өш қырғыз. Илең салдан болбостон илім билімге көш қырғыз. Жаңы чапан киініп жамачыңды чеч қырғыз. Үмітсіз болбой өмірдің үргөнштің сусын кеч қырғыз. Учурашуымды қабыл ал, ұлт үшін, тил үшін ұрабай тұрған чеп қырғыз. Бауырымдың ғанаң айтқанына саламын, бауырыбыз қабыл алада. Бақылдап жатқан жанымда баяғың Аспанбек деген балабым. Ұмытпай естеп қалдың бұ баяғың үкі топучан баланың. Атың Асманбек емес пе? Асман, асман, асман ас деп батайтсаң манас болып қалабы. Демек асманды іздеген жандар манастан іздеп табала. Манастың іздеген жандары ағайын асмандан іздеп табады. Бауырым сені бір оқ, мені бір оқшатып қоянға, бір оқшатасың аялға, бірден омар хаямға. Бір қыз жұп болот деп ойлап тұр, бұл жұп болған кезде баянға. Араңардан ағайын акулистер бар болса, бұға чоң көз айнек даярда. Ошондо көрінем ғо көзінің опол тодой баянға. Беренім қазақ бауырыма, менің беш бармағым даярда. Беш бармағым даярда, қыры-сыпыр кептің айтпачы. Қырғыз қазақ бірігіп дүйнеге бақыт шашыдой заманға. Жетерсің бір күн раянға. Жүп болсоң изат аялға, жүп болбой ақын баянға. Чамаңды таппай қалмақсың чақтырғандай чаянға. Мен болсо баян ақынмын мейманға құчақ жаямда. Анкені қазақ бауырымаң ақ пейілім адалда. Азырақ чемес балкім башқа мез адам керек адамға. Арулық чачқан заманға жетерсің бейіш раянға. Табылат үргіз аялда. Азырынша бауырым жүп болғонуңа шүгірде жұмшақ мен өз баянға. Бауырым үкі топың қаяқта, киіп жүрчелең бекемдеп. Менің қалпағым башымда киіп жүремін мекендеп. Үш бейің бар білемін, үшөнің айтем көкөмдеп. Қазда ұсты қазбек бей қалпақты киген өсөм деп. Тебетей киген башына айтеке бида нечен көп. Селдір оңғын телеби ел қадырына жетем деп. Баш киім барқым білбеген назыр балдары бұста кесел көп. Сен жалаң баш келдің айтышқа, жамағың болса шекер кеп.
Эгерден үкі топу кийинсе мен ойлондум нетем деп. Чамасын абдан ойлондум, чай куюп жаткан кыз менен чаташтырбасам экен деп. Казак менен кыргызыма кыргынды көрдүң аккандай, ошолордун баарысын ортого жалам жазганбай. Мен билбес тарых бетинде мезгилдер жатат такталбай. Чыңгыз хандын баскына чыйрыктыра таккардай, калмактын баскынчылыгы калтырата таштардай. Кокондон көргөн эзүүгө комузу мыйлай шаттанбай, өңү сары көзү көк. Андан соң орустар келдиң ал барысты баскандай, коргулуп элди кыйнада кожо жаш бөкөн аткандай. Кийин союзга кошулдук, кошулсак деле жаттардай. Репрессияны көргөнбүз, депрессиябыз дастандай. Бир кезде союз кулады, бир заман өттү мастардай. Миллиардтаган иш көрдүк, бильярдтагы таштардай. Ушулардын эстесем учургандай, чаккандай. Азыр кыргыз дүйнөгөн ак жамгырлууң асмандай. Жанымдагы Аспанбек менің алып түшөм дейт баскандай. Мен миң азапты көргөн соң сенин бир азабың ассандай. Кыйкырып көрчүң Аспанбек, кыйкырыгыңды кабылдайм бүгүн кытыгылап жаткандай. Қонақты келіп даттайсың. Айналайын ағайын, тарихтағы сақтайсың. Баянға қолды соғасың, маған қолды чаппайсың. Жалаңбас келсем не бопты, түсесің неге аңтанға. Біз жақта үкі топы киеді желтоқсан менен қаңтарда. Өзің сұрап отқасын, аттың басын тартам ба? Жалаңбас келсем егер мен бір қалпақ кием деп едім мына сенің арқаңда. Қазаққа шапан жабатын сен бірақ ұқсамайсың ғой Жәкиевтей залқарға. Жалаңбас түгіл бабамыз жалаң төс жауға шабатын, найзасын тіреп хан тауға. Дулыға киіп алар ем, шабатын болсам Балқанға. Жалаңбас маған келдің деп сілтеп жатқан балтаң ба? Мен жалаңбас келгем жоқ, айналғым келет залқарға. Құдайға басты иетін, мешітке барса киетін тақиям бар қалтамда. Жалаңбас мені келді деп өтірікті соқтың ғой. Мен дегенің Баянжан отаным жаққан отпын ғой. Алланың берген өнері Алатаудың екі жағында емін еркін жорттым ғой. Өзімнің бауырларым деп Қырғыздың шекарасынан спокойно өттім ғой. Бірінші рет келгем жоқ, талай рет келіп ап, жырларымды төктім ғой. Неменеге қорқамын, мен дегенің оқпын ғой. Аяқ асты башыма бомба түсіп кететін Иранда жүрген жоқпын ғой. Ау, окулист дейме не дейді? Окулист дедім. Бұл неге менен чочынар? Ендеше менің сөзіме құлағыңды тосып ал. Окулистерді қайтесің, сөздеріңе қырғыздың тарихтарын қосып ал. Шерлалаштың ішінде Ерманастың әлі де үзілмеген көші бар. Тоқтоғылдар сөйлесе Алатаудың қасына тағы бір тау қосылар. Көзін ашқан әдебиеттің, Әуезовтің бұл жақта Айтматов деген досы бар. Көзін ашқан мәдениеттің,
Жакиевдей ошынар театрмен айтышты, ЮНЕСКО-ға аппарған қатепті қара көшінар. Жүсіп Абдрахмановтар білімнің көзін ашпап бет, жігіт деп отсам есі бар, біздің баян сахнадан акулисіз деп несі бар? Патшайымы алайдың Құрманжанға қараймын, еркектерден мың артық кеуделерін босырар. Айналайын Баянжан сөзіме құлақ тосып ал, көзін ашқан қырғыздың шын акулистер осылар ай. Ал Манастай батыр мақтылдың, қасиетін бойға жұқтырдың. Қашан көрсем қырғызым найзағайдай бұлт тілдің. Әділдіктің салмағын қара тасқа мүк қылдың, қаранарға жүк қылдың. Елді жеген жемқордың қолын қол, бұтын бұт қылдың. Жегендерін желім қып, іріңдерді жұттырдың. Сен үйткені қырғызым қандай жағдай келсе де аяғыңнан тік тұрдың. Әділдігің мың жасасын, әр қадамыңды құт қылдың. Міне осы түріңмен демократияның некенін бүкіл әлемге ұқтырдың ай. Ал жамбылдар қалай келіпті, байкелерімнен баталып, қазақ пенен қырғыздың ортақ ақыны атанып, дәл сол жамбыл Жакемдей талай кеткен аталып, естідіңдер өткенде қазақтың залқар ақыны дүниеден өтті шақанып. Қазақпен бірге қуандың, қазақпен бірге жыладың, ол ниетіңнен апанық. Осылай аман жүргейсің, бақытыңның барлығын Алатауға апарып. Тойларың тойға ұласын, жамандықтар өзіңе жоламасын тақалып. Қазақ пенен қырғызды шыңға шығара берсін Тоқайып пенен Жапаров ай. Дүние деген боқ екен, адамның басы доп екен. Туып өскен жеріңіз нарын деген төр екен. Қасымдағы Баянжан 39-ға кеп жатқан 87-нің төл екен. Бірде 87 болатын бойыңызда чоң екен. 87 килограмм салмағыңда зор екен. Қарап тұрсам қырғызда 87-лер көп екен, бензиннің де бағасы 87 сом екен. Доллардың да бағасы 87 деп естідім, ол біздер үшін сор екен. Айналайын Баянжан, экономикамен де ұқсастығың көп екен. Кілең 87-нің басын өзіңе жиып алған, сенде де арман жоқ екен. Жюри боп отқан бұл жерде 91-дей қазы бар, қазақ қырғыз топ екен. Қонағым деп біздерге қоятын балы 10 екен. Айналайын қазылар, көңілдерің өр екен. Баян деген ақынға 3-9 қоя салсаңдар 87 болады, менің айтпағым сол екен ай. Маға 9 қойғындар 87-ге шығышсын. Анеме 10 пайды қойғындар 97-ге жылышсын. Андықтан 9 ұпайдың аспан бөкеле сұнышсын. Азыр бираздан соң айтып берейін, 87 жөнінде көп секреті бар ұлыттың.
Қалтаңдың аңтарып жатсақ, біз қарап қалдық ақия. Қайда деп жүрсем баш киім қалтаңда өлек оқия. Өте қызық іш көрдім, өңімбі түшімбі оқия. Қорғылып қалта түбінде қор болған оқшойд тақия. Секрет қылған топысын сен оқшойсың мафия. Емі қасиетті баш киім, башыңда жүрсең оң болот. Қасиетті баш киім қалтаңда жүрсе қор болот. Бардығын ойлап табуучу баштың ролі чоң болот. Саға белек бербесем, менің салт нұсқамдағы қор болот. Бирок қалпақты берсем белеке, менің қасиетім шор болот. Қалпақты белеке бергенче, қалпақты белеке бергенче, қара башымды берсем оң болот. Андықтан саға бауырым қарағанда көмірдей, қава таштың өңіндей, қара тебетей берем ардағым. Қара қырғыз деп айтат, қара қазақ деп айтат. Қара тебетей арнадым, қара көз қазақ бауырыма. Қара тебетей берейін қасиет жұртым ардайым. Анкенің айтеке киген тебетей, қашыңда жүрсін ардайым, башыңда жүрсін ардайым. Бирок бир суранычым бар элең, ошону туура кармагын. Үйүңө жеткенден кийин боорум үкү тагып салбады. Баракелде, кыргыз казактын бир туугандыгында казалап, кыргыз атына баян акматов казак акынасынан бик сугатайга. Уақыт ақындар қысқа қайрық. Баянжан маған туыс қой, қызыл тілің қылыш қой. Мен тақиямды жүрегімнің тұсына қарай қоямын. Ол деген маған ырыс қой. Сен секілді баш киімді пакетке салғаннан дұрыс қой. Ақ қалпақ сұрап отырем, қара тебетей кигіздің. Чапаны қайда мынаның? Бүкіл қырғыздың құрметін бөрікке қалай сыйғыздың. Қазақпенен қырғызда қара бөрік беріп хандарға шығарады деушеді, үстіне ақ кигіздің. Байкелеріме рахмет, екі ақынды тең көріп, таңдайына дем беріп, маңдайынан сүйгіздің. Біз басағанда баян рахмет, Асманбектің төбесін асманға бірақ тигіздің ай. Баракелде, рахмат. Ау, қалай екен тебетей? Жарасам екен мағанда. Осы бөрікті киіп ап, Шыңғыс Айтматов секілді сөз айтсам деймін қаламға. Бірақ өзімнің чаруам үкі тағып алам ба, түлкі тағып алам ба? Бұйырса сен бауырым Қазақстанға келгенде шапан жабамын сағанда. Ол рас дұрыс айттың ғой, адам байлығы адамда. Қазыларды айтысты бітір деп жатыр бұл жерде. Осы менен тамамда. Айналайын қырғызым, биікте болсын бағанда. Тек қана кездесе икші той-тойлай тұғын замандай. Баракелде. Уақытақындар. Олылар туған олық ел, олылар жатқан олы жер. Қырғыз деген халықсың, Құдайға ғана жүгінер. Баян деген досымсың, отан үшін керек болып жатса, от үстінен жүгірер. Қырғызым аман сау болсын, қазақ пенен қырғызға күн бұйырсын біргер. Баянжан сенде аман бол, сендей көп болсын ірілер. Жаки ватан көрмеген 90 жасқа тіргел ай.
Barakelde. Үйткені сенде тек толысың, қылыштан да өткірісің. Қара тебетей сыйлай сап, мені жеңейін деп тұрсың. Біліп қойдық қой ойыңды, оныңда жоқ қой көп тылсым. Осы менен аман бол, әр қырғыздың баласы, баяндайын бек тусын, ұлы қырғыз жасасын, бәкейіптерден сақтасын, жәкейіптер көп тусын ай. Barakelde. Sözünü sunduğun vakit. Бексултан атам жөнүндө киринче 5 кайрып койсом оң болот. Boldu. Теманын айтпай кетти деп биздин упайыбыз кем болот. Ошондуктан кичине кайрып коеюн агайын. Эсилим Бексултан атам 2 сөздүн биринде эстегени калк болчу. Балпайып басып жүргөнү бакайы сындуу барк болчу. ЮНЕСКО жактап эмгегин Юпитер болчу, Марс болчу. Бал сөзү сүйлөп жатканы баасы кымбат банк болчу. Тайманбай айткан чындыгы тар сатылган танк болчу. Талашканы салт болчу. Жомоктон сүйлөп жатканы таңдайга тийген кант болчу. Туулбасо кайра кыргызда, туу болгон ар бир уул кызга анын тула бою нарк болчу. Эми Асманбек 87 жөнүндө ырдайын деген ой болгон, убакыт деген уш экен, арт жагы минтип кор болгон. Эми үн эч качан өчпөсүн, домбураңыз толгонгон, комузубуздай толгонгон. Казак менен кыргызым катарлашып бир басып, домбура менен комузду достордой боорун тырмашып, Асан Үсөн эгиздей моюндаш болуп бир басып, коюндаш болуп бир жатыр. Билгенге казак кыргызым бир тууган болуп калганы, бир Кудай берген бир бакыт. Ал менде бир айтсам болобу? Vakit. Бір шумақ айтайш дұрыстап. Баянжан сенде аман бол, бұйыра берсін ырыспақ. Қырғызым сенде аман бол, қайтарып алған құм төрді, жер сатқандарды тірі ұстап, ел сатқандарды қылыштап. Садырдайын ерлерің аман есен сау болсын. Без бүйректер кетуде билік жақтан жылыстап, қазақ пенен қырғыздың мәңгі бірге болса екен, қона берсін ырыспақ. Жапаров пен Тоқайып мәңгілікке дос болсын, қызыл желегің менен көк байрағымды тік ұстабай. Barakelde. Rahmat.